Адам ортасы қандай болса, ол да сондай болады. Бұған ешқандай күмән жоқ. Адамға тіпті үйіндегі тоты құстың, мысықтың, иттің де мінезі жұғып кетеді дейді. Өзінің қорасындағы төрт түлік малдың да мінезі жұғады. Адамның мінезі қалай жұғатынын ойлап көр дейді. Яғни бұл сондай бір ортаның маңыздылығы. Орта деген нәрсе, ол по-любому әсер етеді. Тәрбиелейтін сенің орта. Районда отырып, семечкі шағып отырып өткен кеткен адамға тиісу болса, сенің ортаң, сен де сол деңгейде қаласың. Ал егер сенің ортаң алға ұмытылып тұратын, белгілі бір нәрсе жасап, дәлелдегісі келетін азаматтар болса, сен де олардан қалыспауға тырысасың.